Сәлеметсіздер ме? Жазып Аяқ құрметті оқушылар, бүгін біздерден мына сабақта кішкене тыс, бұл сабақты жалпы мектепте емес, шығармашылық орталығында емес, басқа жерде өткізіп шешіп отыр. Өйткені табиғат аясына шықсақ та деп отыр. Өйткені табиғат аясында қазір күн салқын, бірақ оның шешімін біз қалай табамыз? Бүйтейік. Баршамыз көзімізді жұмайық, түрлі көздерді жұмайық. Бәрі ал ашамыз. Енді өзімізді кішкене болса да сездік пе табиғат аясында? Бар. Не сезілді? Біздің естігеніміз не, сезгеніміз не? Құстардың дауысы. Сіздерге? Баршаңызда құстардың дауысы бар? Естігені? Құстардың дауысы. Демек бұл сабақ бір қазіргі біздің сыртта жаңа енді шыға алмаймыз, сырт жаңбыр, күз. Күзге бізге құстардың қандай қатысы бар? Күзге. Күзбен қандай байланысы бар қыстың? Жоқ. Күз мезгілі құстармен қандай байланысты? Кім жауап береді? Күз бен құстың осы байланысы қандай? Салқын кезде қайда бар құстар? Жылы жаққа ұшады. Ендігі нәрсе, мысалға, атқанларды басынбеш? Біздердің мынау сол ұшқан тұрғалардың, құстардың олардың қанаттарын ұшқанда, қанаттарын жерге тастайды. Мысалға, олардың қанаттары, үкінің қанаты не үшін пайдаланады? Кім біледі? Үкінің қанаты. Үкінің қанаты. Жалпы жазуға бұрын пайдаланып жүрді қанаты, үкінің қанаты. Бесікке пайдаланады. Билегенде пайдаланады. Сосын домбыраның басында пайдаланады. Дұрыс айтасыз, домбыраның басында. Ендігі бүгінгі тақырып құстардың композициялары. Көріп тұрғандай, құстың қанатына салынған суреттер бүгінде. Құстың қанатына салынған суреттер. Біздер оны тиімді пайдалану арқылы қазір мысалы екеуіне бір не берейін. Біздер мынандай етіп сурет саламыз. Көріп тұрғандай. Мына құстың қанаты. Бетіне сурет салынған. Көздері жетті ме? Жете ме көздері? Ары қарай тарата бер. Мына құстың қанаты. Құсты ары қарай тарата бер. Мынау да құстың қанатына салынған суреттер. Біздің міндет әлмен қарай жандандыру осы. Құстың қанатын сурет салу, сурет өнерінің тағы бір техникасын жасау. Көп сұрау. Ендігі мәселе, бізде дейтін сурет салу үшін бірінші жылжымау керек. Сурет дейді мына әлембенің. Қозғалмау керек. Сол үшін құстың қанатын керекті жерімізге жерім деп аламыз. Енді 2-3 қызға берейін ма? Сіздер қолдарыңыз ұстап отырыңдар. Алдынан сендер қолдарыңыз ұстап отырыңдар. 2-3 Сіздер мына жаққа қарай. 2-3 да. Демек, мынаны да жабыстырамыз. Мына жақтарға көріңіз. Енді құстың қанатын біздер желім арқылы артына желім жабыстырып, оны дейтін қозғалтпай шаманы келгенше қозғалтпай жабыстыруға тырысамыз. Желім болса, мына желімнің бойына жабыстырып, керек жерімізге жабыстырамыз.
Жабыстырып жатыр ма? Қатты қысып жіберіңдер. Жұмбағымыз ең үлкен құс қандай құс, кім біледі? Ең үлкен құс. Кім біледі? Ең үлкен құс. Дұрыс, түйе құс. Сұрағын жауап ма не? Ең кішкентай құс? Калибрі. Дұрыс айтасыздар. Енді мынандай нәрсе. Біздің мынамыз кешіме келдік күйлеріміз тапқан. Мына жұмбақ. Кеудесі қайқаңдап, жүреді байпаңдап. Пингвин ұқсайды. Пингвин төсі қайқаңдамайды ғой. Ол төсі қайқаңдап жүреді. Үй құстар. Түйек жүрмейді. Қаз. Мынадай неше жұмбақ бар. Бірақ сөз біледі. Бірақ. Өз аты онысы. Соны айтып жүреді, және жоқ қонысы. Көкек. Дұрыс айтасың, көкек. Өйткені бірақ сөз біледі дейді. Тоқтықсы үйретсе әртүрлі сөз беруі мүмкін ғой. Күн шықпай, екі айыр құйрығы. Қияқ мұрты қанаты. Шұқырлардың жерігі. Қандай болды? Қарлығаш болды. Тоқылдатып, мазанап, ағаштарды тазалап, ормандарды емдейді, зиянкестерді жазалап дейді. Тоқылдат. Ана жағы дейді. Бұны жағы ма? Мынау әлі бекпелер көсілі салғанда. Ой, кейіз. Мынау астыңғы жағы ма? Сен істейтін астыңғы жағы ма? Дұрыс па астыңғы жағы ма? Қандай жағы ма астыңғы жағы? Қалғандарымыз ана жабыстырайық. Біз жетпеген жаңа біз енді салыну үшін суреттер қарай. Суреттер салыну үшін керек суретіміздің тұсы боялу керек. Керек суреттің тұсы мысалға қалай айтамыз. Осы салып отырған бір суреттер екен. Аттың суретін салып отырған болады. Керек тұсымыз боялу керек. Акрилмен. Өйткені бізге фон болады. Әйтпесе бояу не істеп кетеді? Не істеп кетеді бояу? Сіңіп кетеді. Бояу әрмен ғана сіңіп кетеді. Демек, біздерден керек жерімізді бояп аламыз. Акрилмен. Біздер не салайын деп жатыр? Клеймен жабыстырып алыңдар. Асықпай. Клеймес кепсін. Оны тарам құрмандар, өйткені мына бояу, қараңдар қыздар, бояу мына жер тарам болса егерде, аралары ашылып кетсе, ол демек салынбайды. Аралы ашылып, сіздерді бүтеу ол. Ол бұлда бір материал кішкене болса да бұл қағаз сияқты, картон сияқты, бұл біздердің материалдар деп тұрған. Осының үстіне біздерді сурет саламыз қазір. Енді бізге суретті бұлай дейді. Біздің алдымызда суреттер ғой. Міне. Біреу кімге қандай ұнайды, соны таңдап алайық, соны салайық онда. Кімге не ұнайды? Ыңғайлысын. Барсызда? Мынау мысық. Мынау уже композиция ретінде, бұлар енді композиция ретінде келеді, өйткені көп тұр мысық. Мысықтың ай жерінде жылы, анасында жазылады, неге десек, мынау бөлек қанат, мынау бөлек қанат. Мынау енді бағанағы
жұмыстың үлкендігіне байланысты бұл жерде неше қанат тұр? 2 қанат тұр мына жерде. Қандай осы? 9. Tomubay. Sonunda bize de Tomubay çalmamız gerekiyor. Sizlerde sağ bizde de var. Varsın. Sizler de sağ değilsiniz. Sizler. Yedi. Ton renkli akril boyav. Malların ne akril boyav var. Malların ne akril boyav var. Akril boyav. Böyle olsa akril boyav değil. Bize de kontrol olmaz. Mesela kaşık boyaya diyorsunuz. Оңай жолы зебра деген. Бала сіздердің арты фон түгелі боя болғаннан кейін қара цветті өзгеріп салуға да жеңіл бір жағынан көп цвет деген тек қара цвет береді. Көп түсінді? Қара мен ақтың арасы біздерді сіңпілту үшін қанатты цветі түседі. Бана арты фон боялған, сіздер бана бояvatқан акварель бояватса ақтың тапсылайды боялған. Su olur ama. Ya, kırmızı suga gezdi. Niye sağlayın gezdiniz? Sizi niye sağlayın gezdiniz? Böyle tutup sağlayın gezdiniz mi? Siz çıkan var ya bir soğumak kullanır. Ал құрметті оқушылар, сіздердің жұмыстарыңыздың бастамасын көрдім, әдемі бастаған екенсіздер. Мына Айгүл жақсы салған екен. Мына жаңа не ғой? Тотос, иә. Осы салған екен. Бастама жаңа емес. Бұл негізгі бастама келесі сабақта біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл әлде берген сағаттарымызда бояйтынымыз бар, жағдайда рамкілеріміз көрі бар. Сондықтан да құрметті оқушылар, баршаңызға рахмет. Бүгін енді сурет салудан бастап біздер дейтін не үйрендік? Алғаш жаңа техника үйрендік. Сонымен қатар тағы да қандай информация, мысалға қандай үлкен құс, ең үлкен құс қандай болды? Түйеқұс. Дұрыс, түйеқұс. Содан кейін жаңа ең кішкентай құс. Иә. Солардың бәрі бізде дейтін бұл болашақтарда мысалы біле жүретін болады. Ол бізге қосымша информация, суреттен тыс өзімізге бір арта кетпейтін информацияны білдік. Енді құрметті оқушылар, баршаңызға рахмет қатысқандарыңыз үшін.